Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздермен осындай сыртынан күтірлек, іші жұмсақ және сулы болып тұратын меренговый рулеттің рецептісімен бөлісемін. Егер де менің видеомды ақырына шейін қарасаңыздар, бұның кремінің құрамында қолжетімді құрамнан жасалатынын көресіздер. Ал бисмилля деп бастайық. Бізге керегі қант, жұмыртқаның ағы, крахмал, жүгері крахмалы міндетті түрде, тұз және лимон қышқылы. Тұзды және лимон қышқылын осындай миксердің ыдысына саламыз. Қол миксер болса да болады, бірақ та өте ұзақ миксерленеді. Оның үстіне жұмыртқаның ағын саламыз да миксерлейміз. Алғашында миксерлеген кезде миксеріміздің жылдамдығы өте бәсең тұру керек. Жайлап миксерлейміз. Жайлап миксерлеп 5 минуттай миксерлегеннен кейін сәл көбіршіктер пайда болған кезде қантты 1-2 қасықтап бастап қосамыз. Мынау жай жылдамдатып жібергендіктен осылай көрініп тұр, бірақ та бұл кезде сіздер жайлап миксерлейсіздер. Міне 1-2 қасықтан қосамыз, көбіршіктер көрініп тұр, сол кезде бастап қосылады. Қант салғаннан кейін де миксерді жылдамдығын қоспаймыз. Орташа жылдамдықта миксерлейміз. Қантымыз әбден еру керек. Қантымыздың ерігенін қолдың арасына ұстасаңыздар, мына белокты, қолдарыңызға қант білінбесе, яғни ерігені. Осылай миксерлейміз. Бәр қантты салып болғаннан кейін де жайлап көтере береміз. Осылай орташа қалыпта 5 минуттай миксерлегеннен кейін жайлап көтеріп, ең жоғарғы жылдамдықта 10-15 минут миксерлейміз. Мына белогымыз біздің крепких пиков дейді ғой, сондай болу керек. Қатты болып, кәдімгідей, миксердің лопаткасынан түспеу керек. Ыдысымызды төменге түсірсек те, ол қозғалмау керек, сол қалыпта тұру керек. Осы кезде біз крахмалды қосамыз. Крахмалды қасықпен араластырсаңыздар да болады. Болмаса ең төменгі жылдамдығымен миксердің жай араластырсаңыздар да болады. Бұл кезде взбивать етпейміз, тек қана араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де бір нәрсе сіздерге түсініксіз болса, пікірде сұраңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Осылай араластырған кезде қасықты астынан үстіне қарай қозғау керек. Жай араластыра бермейміз. Сол араластыра берсек, біздің беземіз, белогымыз түсіп кетеді, ағы уызымыз. Ол кезде көтерілмей қалады. Енді противенға осындай қағазды жайып, үстіне белогымызды палеткімен болмаса қасықпен бірдей қалыпқа келгенше жайып шығамыз. Бірдей қалыңдықта болу керек, жан жақтарының бәрі бірдей болу керек. Негізінде мына қағаздың шетіне жеткізбеген абзал, себебі көтеріледі, жайылады, сол кезде противенға түсіп кетеді. Сәл жеткізбей жаюымыз керек. Осындай етіп үстіне орех сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен септім, себебі әдемі көрінеді. Бұл Астикорда сатылатын ореховый слайс дейді, жержаңғақтікі. Әртүрлі шемішкілер шабуларыңызға болады, себулеріңізге. Енді осыны 150 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне мені көріп тұрғандарыңыздай жан-жағына кетіп қалды, пышақпен мен қиып алдым. Енді осыны екінші тағы да қағазды жайып, соның үстіне түсіріп аламыз. Осындай етіп мен көріп тұрғандарыңыздай пекарский бумаганы жайдым да үстіне түсіріп алдым. Соның үстінде орайтын боламыз. Осының үстінде біз суытамыз. Әбден суығанша біз енді кремімізді дайындаймыз. Кремде менде творожный сыр, Хохланд 220 граммдық, әр магазинде, болмаса кондитерский магазинде сатылады. Бұның үстіне қант ұнтағын салып, араластырып аламыз, бір қалыпқа келтіріп. Себебі түйіршік болып,
Соңынан кремнің ішінде дұрыс көрінбейтін болады. Бірінші араластырып алмасақ. Енді менде әдеттегідей клейге емес, сливки салмадым. Себебі үй жағдайында ол кейбір адамдарға қымбат болады. Бірақ та маған қаймақ салған кезде де дәмі өте дәмді болды. Қаймақтарыңыз, мен жаңа айтпадым, сливкидің орнына мен қаймақ салам, 30%-тік, мына қоп қою. Бізде дүкенде осылай сатылады. Жергілікті осындай молочный завод дейді, молочный, соның жасайтыны өзіміздің 30%-тік қаймақ. Өте қою, свежий болу керек, қышқыл болмау керек. Енді үстіне ванил қантын саламыз. Ванил ұнтағын салсаңыздар, кішкентай саласыздар. Мынау ванил қанты. Соны салып араластырғанда, міне көрдіп тұрсыздар, қоп қою, дәмі де сливкидан былай артықшылығы, өзгешелігі білінбейді. Сұйық та емес, сливки жасағандағыдай осындай қою болып шығады. Бірақ ақшасы сәл өзіңізге қол жетімді. Осылай етіп, бір қалыпты етіп кремді бетіне жағып шығамыз. Бұнда полиэтамен болмаса қасықпен бір қалыпты етеміз. Арасына сіздер егерде қаласаңыздар, әртүрлі пюре, свежий ягода жасалуларыңызға болады. Менде черника мен малинаны екеуін қосып салдым. Байқасаңыздар, мен бір шетіне ғана салып жатырмын. Себебі менің қызым жемейді. Сондықтан мен өзімізге жеуге бір жағына салдым, бір жағына салмадым. Егерде қаласаңыздар, бір жағына орех салуларыңызға болады, ішіне асқабақтың шемішкісін салуларыңызға болады. Бір жағына осындай пюре болмаса свежий ягода салуларыңызға болады. Оны өздеріңіздің қалауларыңыз біледі. Болмаса тіпті салмауға да болады. Салған кезде кескенде өте әдемі болып тұрады. Осылай етіп енді өте ақырын қағаздың көмегімен рулет жасаймыз. Рулетімізді кішкене осылай қолдың көмегімен дұрыстап қоямыз. Арасында қатты тесік қалып қоймау керек. Кескен кезде әдемі болмайды. Осылай етіп бір қалыпына жеткіземіз, бір шетіне. Енді осыны екінші шетіне қарай жайлап тағы да әкеліп ораймыз. Видеода көргендеріңіздей. Ақырын жасау керек, себебі сынып кетеді. Енді осыны орап, мұздатқышқа, холодильникке 2-3 сағат қойып қою керек. Бірақ та мен тез сол бойда кестім. Ол кезде сәл жұмсақ, қиын кесіледі, әрі дәмі ондай болмайды. 2-3 сағаттан кейін кескенде өте дәмді болып тұрады. Мұны байқасаңыздар, жұмсақ болып тұр. Ал енді қазір тарелкада 3 сағаттан кейін қалғанды кескенім менің, мұны көріп тұрсыздар, өте ыңғайлы кесіледі, және түрі де сондай әдемі. Асықпаңыздар, мен сияқты 2-3 сағаттан кейін кессеңіздер, осылай әдемі болып кесіледі. Жасалуы оңай, сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үміткен.